Нұрсұлтан ұстаз, менің ұсынысымды қабыл алғаныңыз үшін рахмет. Бүгінгі сұхбатымызда Мағжан Жұмабаевтың «Өне білім қайтсе табылар» өлеңінің мазмұны мен идеясын талқыласақ деп едім. Рахмет саған Зіда жігер. Сенің осы Мағжан ақынның шығармашылығына қызығушылығыңды көріп, тәнті болып отырмын. Қандай да сұрақтарың болса, маған қоя беруіңе рұқсат. Мағжанның «Өне білім қайтсе табылар» өлеңі 1920 жылда жазылған екен. Енді осы кездегі Мағжанның мұрат мүддесі қандай болды деп ойлайсыз? Бәрімізге белгілі Мағжан Жұмабаевтың өнер білім қайтсе табылар өлеңінің жалпы мазмұны, жалпы идеясы, ондағы Мағжанның мақсаты жалпы жастарды адамгершілікке, имандылыққа, соның ішінде әдептілікке, өнерге деген, білімге деген тұрақтылық, табандылыққа, оқушылардың, жалпы жастардың, жалпы ұлттың, елінің сүюге, жерін сүюге үндейді. Мағжан ақын бұл өлеңінде өнер білімге жету үшін адамға қайрат, адалдық, талапкерлік, еңбекқорлық, табандылық керек екенін көрсетеді. Ал оның осы ойларының Мағжанның педагогикалық, ағартушылық идеяларымен қандай да бір үндестігі бар ма? Қалай ойлайсыз? Әрине, Мағжанның өлеңі мен оның педагогикалық идеяларын алып қарасақ, екеуінде үндестік бар. Ал осы Мағжанның ағартушылық идеяларына келетін болсақ, Мағжан осыдан 100 жыл бұрын педагогика атты еңбек жазған болатын. Яғни оның ішінде Мағжанның педагогикалық нақты идеясына тоқталатын болсақ, баланы жастайынан әдептілікке, руханияттылыққа, ақыл білімге, сонымен қатар парасаттылыққа, жақсылыққа жаны құмар, жамандықтан жиіркенетін сондай шын адам етіп тәрбиелеуді насихаттайды. Жалпы осы педагогика еңбегінде барлық мұғалімдерге баланың төрт құбыласы түгел, қиындыққа сабыр етуге, төзімді болуға, әдепті болуда, өзін құрметтейтін және өзгені құрметтейтін, елін сүйетін адам болуды тәрбиелеуді барлық мұғалімдерге жүктейді. Бүгінгі жасөспірімдер мен жастардың өміріне ұстаным, білім жолындағы ұраны ретінде ақынның қандай ойларын ерекшелер едіңіз? Және оның себебін түсіндіріп өтсеңіз. Мен Мағжанның өнер білім қарын ашқан ас, тура жол көрсететін бас деген сөзін ұсынар едім. Міне осы Мағжан ақын нұсқағандай мен жастарды, әсіресе шәкірттерімді осы жақсы пайдалы білім алуға, өтірік өсектен, еріншектен алыс болуға шақырып жатырмын. Нұрсұлтан ұстаз, мағыналы сұхбатыңыз үшін рахмет. Еңбегіңізге шығармашылық табыс тілеймін. Саған да рахмет.